Сәлем достар! Сендермен бірге мен, Арука Микс. Бүгінгі видео менің бөлмемдегі 10 жақсы көретін заттарым деп аталады. Ендеше, видеомызды бастайық. Бірінші затым ол менің осындай сөмке. Жалпы бұлай рюкзагым десе де болады. Мен оны көбінесе есепке ұстаймын. Өте жақсы, қолайлы, жеңіл. Және де бұл сөмке маған әрине ұнайды. Келесі ол менің кішкентай сөмкешем. Ол алдыңғы сөмке сияқты үлкен емес, кішірек. Және де сол кіші болғанына байланысты оны қолдану өте оңай. Ауыр заттарды бұның ішіне салып көтеріп жүрмеймін. Тек жеңіл заттармен жүремін. Келесі ол менің осындай құлаққабым. Және де ол мен жақсы көретін ашық қызғылт түсті. Бұл құлаққап суық күндері менің құлағымды жауып тұрады. Және де оған суықты жібермейді. Сондықтан бұл маған қатты ұнайды. Келесі ол ыстық күндерде менің басымды жауып тұратын әрине шляпа. Мен бұны жағажайларға көп киемін, сонымен қатар қалада жүргенде көп киемін. Мен бос уақытымда өзімнің ініммен бірге ойнаймын. Сондықтан әрине менің жақсы көретінім ол джойстик. Келесі ол менің бөлмемдегі ең керемет заттың бірі. Ол болмаса мен қазір мына дауысты жазып отыра алмайтын едім. Бұл менің видео монтаждауға арналған микрофоным және де наушникім. Мен оны әр монтаж кезінде қолданамын. Келесі ол менің камерам. Мен камерамды өте қатты жақсы көремін. Себебі онымен әрине не істеймін? Видео түсіремін. Камерамен көптеген влогтар, көптеген арнамдағы видеолардың барлығын түсіремін. Сондықтан әрине ол маған ұнайды. Ал бұл менің бос уақытта көп ойнайтын планшетім. Ол да мен жақсы көретін ашық қызғылт түсті. Жалпы бұны қолданамын, ойнаймын. Әрине, әр адамның жақсы көретіні телефон шығар. Телефонымда менің әлеуметтік желілерім бар. Бұл менің ең сүйікті блокнотым. Бұл жаққа мен өзімнің сырларымды, жаңа жаңалықтарымды жазып отырамын. Ал осымен достар, менің видеом тәмамдалды. Сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.